Сәлем баршаңызға. Бүгін біз осындай жастыққа, 50-70 жастық, менде осындай жастыққа чехол тігіп үйренетін боламыз. Мен ортасына мозаика құрақ жасағым келіп тұр, және айналасын ақ велюр матадан жасағым келіп тұр. Сіз өзіңіздің фантазияңызға байланысты кез келген матадан жасай берсеңіз болады. Мен жастықтың чехолын жасаған кезде осындай Versace құрағын ортасына салғым келіп отыр. Осыда маған 6 дана қажет. Оны жасау үшін бізге осындай 2,5 сантиметрлік лента қажет. Ақ велюр матасынан және жаккард матасынан, жылтыры бар жаккард мата. Осындай 14-14 ақшыт мата қажет. Оны диагональ бойынша бүктеу арқылы біз ортасын табамыз. Сол ортасына матаның көзін салып, кішкентай 2,5 матаның көзін салып, ортасына құрағымызды тігетін боламыз. Лентаны қиған кезде біз, мысалы, осы сары матада көрсетейін, шетінде күреңкісін алып тастаймыз, қажет емес, және ұзына бойы сызғышты осылай қойған кезде пайда болатын лентаны біз қиып алып қолданамыз. Құрағымызды бастайтын кезде ортасына 2,5-2,5 төртбұрышты матамызды қоямыз, жылтыр матамызды, және үстіне ақ велюр матамызды қойдық. Ол да 2,5-2,5, және үстіне тағы беттестіріп ақ велюр матамызды қоямыз, және жанынан 2 мм шамасында ғана матамыздың шетін қалдырып тігіп өтеміз. Түзу ғана асықпай тігеміз. Артын қиып тастап отырамыз. Ары қарай тағы да жылтыр жаккард матамызды салып қайталаймыз. Өстіп кезектестіре береміз. Жаккард мата сыртынан ақ велюр матаның сыртынан жаккард түсіп отырады. Сол қолымызды, яғни матаның дәл ортасынан қатты басып ұстап отырамыз, жылжып кетпес үшін, және сәйкестендіріп матаны түзеу ұстап, ленталарымызды да түзеу ұстап сәйкестендіріп отырамыз. Барынша асықпай мұқият тігеміз. Қайта сөгіп отырмас үшін барынша мұқият асықпай тігіңіз. Қолымызды қойған кезде, сол жақ қолымызды құрағымыздың дәл орта жағын басып ұстаймыз. Екінші қолымызбен, яғни оң қолымызбен көмектесіп матамызды басып ұстап, оның зырғанауына көмектесіп отырамыз. Матаның зырғанауына көмектесіп, сәл итеріп отырамыз. Тігістеріміз ішке қарай кетіп қалмау керек. Миллиметр болса да кетіп қалса, құрақ қисық шығады, сондықтан барынша түзеу болу керек. Яғни жіптің тігісі түзеу болу керек. Соны қадағалаймыз.
қазір менде осында 6 құрақ шықты. 6 құрақ керек негізі мына ортасына. Сосын мынау 15 ені, 15 солай ұзындығы 28. Мынаның ені 12, ұзындығы 72, 50-да 70 мың шығады. Бірақ енді 2 сантиметр, жағын 1 сантиметрден артығымен аламыз. Сосын астарына енді өзіңіз білесіз, мүмкін кір көтеретін кішкене басқа түсті мата аласыз ба, или дәл осындай ақ түсті мата аласыз ба. Астына тағы да бюлодан мата саласыз. Төменгі жағына. Міне мен 3 құрақты бірінші бір-біріне жалғап алдым. 3-тен әрмен қарай олар бір-бірлеріне оң жақтарын беттестіріп, ортасында тігістерді сәйкестендіріп, булавкілеп машинкеге тағы тігеміз. Енді манағы ұзындығы 28 деген матаны екі жағынан булавкамен түйелеп біріктіреміз да машинкамен тігіп өтеміз. Енді чехолымыздың астында матадан қиып дайындап аламыз да, оны чехолдың бетімен сәйкестендіріп, оң жақтарымен екеуін сәйкестендіріп, жан жақтарын бәрін түзетіп алып, булавкілеп шығамыз. Содан кейін машинкеге тігеміз. Мінекей біз аузын тікпедік, қалған айналдырып 3 жағын тігіп шықтық. Қазір замок саламыз. Тікпеген жерге ол үшін 1 сантиметр қалдырып, ручкамен сызып аламыз да, сызған жерімізді булавкілеп шығамыз. Содан кейін замокымызды теріс қарата отырып, бірінші бір жағын матамен сәйкестендіріп, жоғарыдан төмен қарай булавкілеп шығамыз, және замоктың екінші жағын дәл солай жасаймыз. Байқағандарыңыздай, жаңа мен булавкілеп отырған кезде мына ортасындағы булавкілерді алып тастап отырмын. Жаңа булавкілеген кезде біздің замогымыз жабулы күйде болды. Тігу үшін замогымызды ашып, сосын барып тігеміз. Және де менде потайной замок, оған арнайы өзінің лапкасын салып тігетін боламын. Және басқа бір замоктар болады, потайной емес. Осындай кішкентай замоктар. Бұлардың да өзінің лапкалары болады. Соларды орнатып, сосын барып тігеміз.
чехолымыз дайын болды. Нәтижесі өзіме ұнады. Сіздерге де пайдалы болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаса, лайк қойып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, менің каналымдағы басқа да видеоларды көруді ұсынамын. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.